Терең орман. Түн қараңғылығын жарып, от жанып тұр. Ежелгі адамдар табиғатпен етене өмір сүреді. Ер адамдар күнде аңға шығады. Әйелдер жидек, тамыр, жеміс тереді. Табиғат олардың жалғыз асыраушысы. Дайын тағам, киім, құрал бәрі табиғаттан алынады. Алайда егер аң ауып кетсе, немесе жеміс азайса, аштық басталады. Уақыт алға жылжыды. Даланың төсінде жаңа өмір басталды. Адамдар енді тағамды жай теріп алып қана қоймайды. Өздері өндіреді. Бидай егіліп, суарылуда. Жер жыртылып, еңбек қызған шақ. Мал өсіріліп, сүт, ет, жүн алынады. Бұл енді табиғат бергенге тәуелді өмір емес. Бұл адам еңбегімен жасалған өнім. Екі дәуірдің балалары Аян мен Мира ойламаған жерден жолығады. Бірі аңшылық дәуірінің баласы. Екіншісі егіншілік пен мал шаруашылығы дәуірінің қызы. Екі тайпа өзгілдері кездесіп, өз тәжірибелерімен бөліседі. Аңшылық пен терімшілік табиғатқа тәуелді, қауіпті, қиын және тұрақсыз. Егіншілік пен мал шаруашылығы ұзақ еңбекті қажет етеді, бірақ нәтижесі тұрақты. Аштық қаупі азаяды. Адамдар бір-бірінен үйренеді. Екі тайпа бірігіп, өзара көмектесе бастайды. Осылайша адамзат дамудың жаңа кезеңіне өтеді.